Құрметті достар, бүгіннен бастап біз Алматы қаласының мектептерін аралауды бастадық. Яғни мектептерді аралап жүріп, менің Отантайдың YouTube каналына тіркеліп, Апкешка и Братишка сериалдарының барлық сезондарына лайк басып, комментарий жазып жүрген оқырмандарымызға AirPods-тар сыйлаймыз. Және де тағы басқа бағалы сыйлықтарды ойын арқылы тарататын боламыз. Кеттік. Қалайсыңдар? AirPods отуға дайынсыңдар ма? Кім AirPods жақсы көреді? AirPods, давайте қол көтереміз. Указ, жеңімпаз. Шапалақтаймыз кәнеге. Давайте шапалақтайшы алтын кім? Бастан бастап мен ұтам деп тұрған қыз ғой біздік. Так. Жасыл. Кел бер қай. Туға шапалақ көрсетеміз кәнеге. Үчі. Кімдікі? Кеш бер. Туға шапалақ көрсетеміз кәнеге. Ой, датың кім? Айсұлтанға шапалақтаймыз, Айсұлтан! Ойын әділ өтті ме? Туға шапалақтаймыз кәнеге. Ең соңғы жеңімпазымыз кім? Валихан қачу. Валиханға шапалақтаймыз, жігіттер, давайте қыздар. Асқар, маған біреу оқыз. Анау, мен емес, үлкен емес. Тіл салақшы, атын кім? Аялаға дуғал шапалақтаймыз. Аяла соткысы болмаса да достарым қолдап келіп отыр. Дуғал шапалақтаймыз кәнеге. Дуғал шапалақтаймыз. Аяла тұрсын жан, жарайды ма? Молодец. Жеңімпаздарды құттықтайық, давайте, бала, давайте. Копирайт етіп алдым, мен қаш? Көстем. Міне, поделиться. Классно ойын болып жатыр. Алла бұйырса, қазір жеңімпазды анықтап, AirPods сыйлайтын боламыз. И және де келесі жолы ұмытпаңыздар, келесі жолы қай мектепке барайық? Давайте комментарийға жазып өтіңіздер. Құрметті достар, декабрь айында осындай оқырмандарымызбен iPhone 15 ойнататын боламыз. Ұмытпаңыздар, декабрьге дейін біздің YouTube каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып жүріңіздер. Қашау сізге? Нада 52. Нұржігітті дуғал шапалақпен давайте жеңімпазды анықтадық. Нұржігіт құтты болсын, AirPods'ың, жарайсың. Ылғи да енді достар, осылай менің YouTube'ыма жазылып, ойынға қатысып жүріңдер. Негізі менде AirPods болған, ол AirPods'ымды мама қалтамнан шығармай жүріп жүрген, соған сынып қалған. Соған сынып қалған? Иә. Кәусар, қараңдаршы, Кәусардың AirPods'ы болған екен, бірақ бар ғой, мамасы сол AirPods'ты жуып жүрген ғой, енді түсінде ма? Осыған бір сыйлық жасайық, келістік па? Менің атынан, YouTube'ның атынан сыйлық жасайық. Кәусар, құтты болсын, ылғи да болса, позитивный болыңдар. Яғни, құрметті достар, біздің Апкешка и Братишка сериалын үнемі көріп жүрген және де Кәусар қызымыздың мамасы өзінің наушнигін стиральный машинаға салып жіберіпті. Кішкентай наушник қой, енді мамасы көрмей қалады. Енді мынаны салсаңыз стиральныйға. Стиральный вообще киіп алатын наушник. Жарайды ма? Салушы болмаңыз. Все, давайте. Алла берсе, келем. Мобитті ғой? Негізі ойын өте честно өтті. Бірақ бұл история недавно болды менен. Бір апта бұрын мен қалтамдан, джинсымның қалтасында наушник қапқан. Мен оны байқамай мамаға беріп жіберіппін. Мама қалтамды тексермейді, сразу сала салғанда сөйтіп жуылып кеткен. Помадамды да жуып кеткен. Бірақ помада мақұл ғой. Бірақ наушник енді істемейді. Міне маған өте ұнайды. Рахмет. Отантайға тіркеліңіздер. Вот, наушник. Мынаны бекесі қаражан. Пожалуйста, егер стиральныйға киім салатын болсаң, коробкасымен салшы. Коробкасымен, иә? Коробкасы жуылсыншы. Мысалы, сен киімің ғана жуылады ғой, иә? Мынау коробкасы ғана жуылады, жүре ма? Или жуатын кезде ананы ішін аласың наушникті. Маманың басына тағып қоясың. Мамаң, бірақ мамаң гарантия берем, стиральный тексерімде басын тағат жалып анаған. Құрметті апай, пожалуйста, Кәусардың мамасы.
басыңызды жумаңызшы өтініш. Мына Кәусарға бәрібір. Ертең бас сыйлап жатпайын. Болды, рахмет, маған қатты ұнады. Отандайға тіркеліңіздер. Мирас деген ұлымызға давайте осы наушник сылайық.